Соңғы кезде Айгерім ханым, карантин кезінде несие кешіріле ме? Ол кешірілсе қандай құжаттар керек? Ол құжаттарды қайда өткіземіз деген сұрақтар өте көп келіп жатыр. Сондықтан да бүгін бұл видеода мен сол жағдайға өз көзқарасымды айта кетемін. Егер де қызық болса, онда әрі қарай көремін. Мен сіздерге маңызды ақпаратты айта кетейін. Жақында менің заңгерлік сауаттылық атты онлайн марафон басталады. Ол жайлы видеоның ссылкасын мен міндетті түрде төменде қалдырып кететін боламын. Сонымен сіздерді карантин кезінде несие кешіріле ме? Ол үшін қандай құжаттар керек? Және де ол құжаттарды қайда өткіземіз деген сұрақтардың мазалап жүрген өте жақсы білемін. Себебі карантин кезінде көпшілігі жұмыссыз қалды. Банктер кейбір клиенттеріне отсрочка берді. Кейбіреулеріне берген жоқ. Бірақ отсрочка берген күнде де одан түк те шыққан жоқ. Себебі оның үстіндегі пайызы тоқтамағаннан кейін оның халыққа ешқандай да пайдасы тиген жоқ. Онымен қоймай карантиннің уақытын тағы да ұзартып жіберді. Енді әрі қарай не болады дейсіздер ғой. Мен сіздерге кейбір блогерлер сияқты үкімет міндетті түрде сіздің несиеңізді кешіреді деп өтірік айтпай-ақ қоя салайын. Неге? Себебі ол система қалай жұмыс жасайтынынан менің хабарым бар. Ол қандай хабар дейсіз ғой? Сонымен 2007-2008 жылдары әлемде дағдарыс басталған кезде біздің елімізде жаппай жұмыссыздық басталды. Сол кезден ипотечный несиені рәсімдеген жандар әрине өзінің несиесін төлей алмай қалды. Сол кезде Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 2015 жылы нөмір 69 рефинансирование жасайтын программаны іске қосты. Ол программа бойынша кез келген клиенттің просрочкада болмағанына қарамастан 2007-2008 жылдары алынған ипотечный кредиттерін үстіндегі вознаграждениясы мен пенясын алып тастап, қайта рефинансирование жасап 3% годовыхпен тек қана ОД, основной долг, яғни негізгі соманы алып қалып, оған 3% годовыхпен қайтадан рефинансирование жасап берді. Әрі қарай 2019 жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік осал топтардың несиесін 300 мың көлемінде кешіріп берді. Бұл жерде айта кететін нәрсе, бұл несие барлығына қатысты болған жоқ. Біріншіден, сіз просрочкада болмауыңыз керек еді, екіншіден әлеуметтік осал топқа жатуыңыз керек еді. Әрине, көп адам бұл тізімге ілікпей қалды. Сонымен мен бүкіл халықтың несиесі кешіріледі деп айта алмаймын, бірақ менің болжам бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мен үкіметі келісіп, жаңағы 2015 жылғы жасаған рефинансирование программасын осы 2020 жылы қайтадан соны іске қосып, вознаграждение мен пенясын алып тастап, негізгі қалған сомаға 3% годовыхпен қайтадан рефинансирование жасап берсе дұрыс болар еді. Себебі шынын айтқанда, мынау карантиннен халық есеңгіреп кетті, өте қатты шаршады. Сондай-ақ мен сіздерге айта кететін өте маңызды ақпарат, әлеуметтік желіде жүрген кейбір видеолар, кейбір блогерлардың видеолары, яғни несие 2020 жылы кешіріледі деген әлеуметтік шындыққа жанаспайтын видеоларға сенбеуге шақырамын. Себебі кез келген ақпаратты, кез келген өзгерісті сіз тек қана несие алған банктен ғана біле аласыз. Сондай-ақ мен сіздерден ешқандайда құжаттарды өткізіп бермеулеріңізді сұрайтын едім. Әлеуметтік желіде кейбір ақпараттарға сене бермеңіздер. Сондай-ақ төменде сіздердің несие кешіріледі деген видеолардың ссылкасын жіберулеріңізді сұраймын. Бұл видеода менің айтып отырғандарым тек қана заңға, сондай-ақ менің тәжірибеме ғана негізделген менің жеке пікірім болып табылады. Сіз ол пікірмен келіспеуіңіз де мүмкін. Сондай-ақ менің бұл болжамдарым орындалуы да мүмкін, орындалмауы да мүмкін. Осымен, достар, бүгін сіздермен несие жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Сондай-ақ менің видеома қосып аларыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар. Амандықта жолығайық.